Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен духовкада татырнан жабу тәсілімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Сонымен бастаймыз. Бізге ұн керек, май керек, дрожж, тұз, шекер, жұмыртқа, сүт керек. Сонымен бірінші сүтімізді құямыз. Үстіне шекерімізді саламыз. Оған дрожжымызды саламыз. Содан тұзымызды салып, жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Үстіне жұмыртқамызды саламыз. Ертілген майымыз, сары майымызды салып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Сөйтіп, үстіне ұнымызды саламыз. Сөйтіп, қатаңдау қамыр илейтін боламыз осыдан. Бұл қамырдың ерекшелігі, бұл қатпайды, бір қалыпты тұра береді, өте ұзақ ұстауға болады. Міне осындай қатаңдау қамыр илеп аламыз. Сөйтіп, бұны бір 20 минутқа қойып тұрамыз. Міне біздің 20 минут өтті. Енді бұны алып 4-ке бөлеміз. Мен 4 пәтір шығарғалы жатырмын. Жаңағы қамырымыздан 600 грамм ұннан 4 пәтір шығарып, бұны зуалалап, кішкене көшелерге істеп, оларды тағы да 10 минутқа тындырып қоямыз. Бетін салапанға жауып, 10 минутқа қоямыз. Содан соң осылай оқтаумен жайып шығамыз. Қалыңшалау етіп, қалыптың көлеміне қарай зуалаңызды алып, осылай қалыпты майлап, соның размерін саламыз. Сөйтіп, жиектерін келтіріп аламыз бірінші. Жақсылап жиектерін бәрін келтіріп аламыз формаға. Сосын жиегіне узор саламыз. Әсем болу үшін, көрнекті, тартымды болу үшін. Бүкіл жиегін шымшылап узор салып шығамыз. Сосын ортасын түкілейміз. Басқа жерде қалай айтатын білмеймін. Біздер осыны түкі деп айтамыз. Бүкіл нанның бетін осылай түкілейміз. Пәтірді жиырақ түкілеу керек. Аста көтеріп кетпейді түкілеген нанның. Осының бетіне бір жұмыртқаның сарысыменен бір қасық сүтімізді араластырған. Соның бетіне жағып шығамыз, жақсылап тегістеп. Сосын мен узордың үстіне қара күншітті салдым. Содан кейін кішкене қара күншітпенен ақ күншіт араластырып, бетіне сеуіп шықтым. Бетін солай әсемдедім. Осыны енді 180 градуста 35 минутқа қойып қоямыз. 35 минутта піседі. Мінекей біздің нанымыз пісіп шықты. Осылай болды. Сіздермен бірге болған Ләйла. Ұнаса видео тіркеліп, лайк басып отырсаңыз болады. Рахмет.